Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Халық қаласа хан қайығын берет деген. Жыры бітпеген зейнетақы дауы ақыры халықтың пайдасына шешілді. Белгілі болғандай, осыған дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры келесі жылдың басында шекті межені өсірмек болған. Былтыр ғана халық игілігіне пайдалансын деген зейнетақы жинақтарының шекті мөлшерін 2 есеге өсіріп жіберген болатын олар. Бұл жағдай ел арасында үлкен резонанс тудырды. Мемлекет басшысына дейін петиция ұйымдастырған қараша халықтың үніне үкімет құлақ асуға мәжбүр болып отыр. Себебі бүгін ел басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев шекті межені 2022 жылдың 1 сәуіріне дейін көтермеуді тапсырды. Шекті меже келесі жылдан бастап ең төменгі жалақының өсуіне байланысты көтеріледі. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз хатшысы болып отырған Берік Уәли мырза өзінің әлеуметтік желідегі Facebook парақшасында мәлім етті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев зейнетақы жинақтарының шекті межесін көтеру туралы шешімге қатысты көпшіліктің өтінішіне құлақ асты. Шекті меже келесі жылдан бастап ең төменгі жалақының өсуіне байланысты көтеріледі. Зейнетақы жүйесінің негізгі міндеті азаматтарды зейнетке шыққаннан кейін қажетті жеткілікті табыспен қамтамасыз ету. Сондықтан зейнетақы жинақтарының шекті межесін көтеру жөніндегі шешім негізінен осы бағыттағы дұрыс қадам. Сонымен қатар мемлекет басшысы зейнетақы қорындағы шекті межеден асқан қаржысын пайдаланып үлгермеген азаматтарды қолдап, үкіметке бұрынғы шекті межені көтеру мерзімін 2022 жылдың 1 сәуіріне дейін ұзартуды тапсырды деп жазған болатын Берік Уәли мырза өзінің әлеуметтік парақшасында. Бұған дейін ресми хабарламада министрлік зейнетақы жинағын пайдалануға қатысты ең төменгі жеткілікті шекті есептеу әдістемесін әзірлеген. Бірақ барлық есеп қисапты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жасайтыны мәлімденген болатын. Заң бойынша бірыңғай оператор халық арасына түсіндіру жұмыстарын да жүргізуге міндетті болған, ал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде ондай құзырет жоқ. Сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептеген жеткілікті шектің дұрыстығын растай алмайды деген ақпарат таратылды. Осы хабарлама министрліктің ресми сайтында да жарияланды, бірақ біршама уақыттан кейін оны алып тастаған болатын. Министрлік бүгінгі мәлімдемесінде кешегі мәлімдемесін жоққа шығарып түсініктеме берді. Қалай болса, солай заң шығаруға машықтанған үкіметке бұл үлкен сабақ болуы тиіс. Себебі халық қашанда бәрінен биік тұрады. Ата заңның өзінде осылай көрсетілген. Шекті соманың өзгеруіне сіз де қарсы болдыңыз ба? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.